Бастауыш қазақ әдістемелік бірлестігінің апталығы 8 мен 12 ақпан аралығында өтті. Апталықтың сабақ жоспарына сай мұғалімдер үздік сабақтар көрсетіп, сабақ мақсатына жету жолында тиімді интербелсенді әдіс-тәсілдерді қолдана білді. Атап айтатын болсақ, математика пәнінен разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту тақырыбында Шойбекова Жанар Искаковна аудан деңгейінде үздік тәжірибелі сабақ көрсетіп, қашықтықтан оқуда оқушылардың қызығушылығын арттырды. Сабақта қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқушыларға нақты ресурстар берілді. Әдебиеттік оқу пәнінен «Қош келдің наурыз» тақырыбында Төлеубекова Гүлшат Советовна ашық сабақ өткізіп, мақсатқа жету жолында көптеген тиімді әдіс-тәсілдерді көрсете білді. Сабақты қорытындылау кезеңінде свод талдау әдісі оқушыларға өте тиімді болды. Блум таксономиясы бойынша қолдану кезеңінде оқушылар тамаша кері байланыс жүргізді. Қазақ тілі пәнінен тәуелдеулі зат есімдердің септелуі тақырыбында Жанқожаева Перизат Жанатқұловна жаңашыл үздік сабақ көрсетіп, сабақ барысында бірнеше платформаларды қолданып, IT технологияларды пайдаланып, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырды. Сонымен қатар Құсайынова Махаббат Женисовна, Шыныбай Жанна Ізбасарқызы, Сагындыкова Бибігүл Канабековна, Құралова Клара Ашировна, Шарапова Жанар, Сауытбекова Күляш Бақытжановна ашық сабақтар өткізу барысында интербелсенді әдіс-тәсілдерді, сын тұрғысынан ойлау стратегияларын тиімді пайдаланып, жүйелі, ұтымды ашық сабақтар өткізді. Бірінші сынып ұстаздарының ұйымдастыруымен Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай оқушылардың ақындық өнерге деген қызығушылығы мен талабын шыңдау мақсатында «Поэзия, сен менімен егізбедің» атты Мұқағали өлеңдерін мәнерлеп оқу сайысы өткізіліп, өнер көрсеткен оқушылар мақтау қағаздарымен марапатталды. Оқыту мен оқудағы АКТ-ны пайдалану тақырыбында мұғалімдерге арналған онлайн вебинар өткізілді. Оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында кітапқұмар оқырман сыныптан тыс іс-шарасы ұйымдастырылды. Мен Амангелдин Бірлік, Кенен Әзірбаев атындағы номер 15 орта мектептің 3 сынып оқушысымын. Біздің ақылшымыз, сырлас досымыз ендеше кітапты көп оқиық. Мен өзімнің достарымды кітап оқуға шақырамын. Мен Бердібек Соқпақбаевтың «Балық шаққа саяхат» атты балаларға арналған кітапты оқып өзім шабыт алдым, және сіздерге де кітап оқуға кеңес беремін. Қазақ осы құда бол деп келеді. Құдаларын құдайын десіледі. Қазақ осы дүние мен малды оңды солы шашу үшін жинайды. Бастауыш сынып бірлестігінің қашықтан да оқытып шаршамаған, мұғалімге бас иген барша ғаламатты апталығы осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.